Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve hlul uqdeten min lisani yafqahu qawli. Allah қаласа бүгінгі тақырыбымыз қаза намаздарға қатысты. Иншалла бұл дәрісте қазаға қатысты көптеген сұрақтарға жауап береміз деген ойдамыз иншалла. Жамағаттың арасында жиі сұралатын сұрақтар өте көп осы қазаға қатысты. Иншалла солардың барлығын тоқталамыз. Тоқталмай жатсақ, ескертесіздер, сұрақ қоясыздар, сұраққа жауап береміз. Жақсы ма? Бәб қадай әл-фауаид. وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتٌ. Кімде-кімнің намазы қаза болса дейді. Кімде-кімнің намазы қаза болса дейді. قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا дейді. Ол намаздың қазасын есте түскен уақытта оқиды дейді. وَقَدَّمَهَا дейді. Және де қараңыздар, сол қаза намазды кіріп тұрған парыз намаздан бұрын оқиды дейді. وَقَدَّمَهَا لُزُومًا. Міндетті түрде сөйтіп оқу керек дейді. Қараңыздар. Міндетті түрде сөйтіп оқу керек. Бұл бірақ қараңыздар кімге қатысты? Бұл тәртіп иесіне қатысты. Бұл жалпылай емес. Тәртіп иесі дегеніміз кім ол? Қараңыздар, мән беріңіздер енді. Қазір оқитын үкім, бұның барлығы тәртіп иесіне қатысты. Егер сіз тәртіп иесіне болмасаңыз, мына оқып атқан үкімнің сізге дым қатысы жоқ. Қараңыздар. Тәртіп иесі ол бариғатқа толғаннан бастап намаз оқып келетір. Мүлдем қарызы жоқ. Немесе исламды қабылдағаннан бері намаз оқып келе жатыр. Мүлдем ешқандай несі жоқ, қазасы жоқ. Міне бүгін ода таң намазы қаза болды. Бесінің уақытында есте түсті. Не істейді? Міндетті түрде бірінші таң намазының қазасын оқиды, одан кейін барып бесінді оқиды. Егер біліп тұрып бесінді оқитын болса, не істеу керек? Оған таңды біліп тұрып бесінді оқыды, таңды оқыды, таңды оқитын болса, қайтып бесінді оқиды деп айтқан. Бұл кімге қатысты? Бұл сахибу тәртипке қатысты. Ал егер сіз намазыңызды 40 жаста бастасаңыз, 30 жаста бастасаңыз, қаза намаздарыңыз сізде көп, онда сіз бұл үкімге кірмейсіз. Сіз тәртіп иесінен болып есептелмейсіз. Сіз яғни бірінші бесінді оқисыз ба, жоқ әлде таңды оқисыз ба, сіз өзіңіз білесіз. Бұл үкім кімге қатысты? Тәртіп иесіне қатысты. وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتٌ قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَقَدَّمَهَا لُزُومًا عَلَى صَلَاةِ الْوَقْتِ. Бірінші таңды оқиды, одан кейін бар бесінді оқиды мысалға. Әрине, бірақ қараңыздар, мынандай бір жағдай болуы мүмкін. إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ صَلَاةِ الْوَقْتِ. Бірақ бесін намазы шығуға аз қалса, бірінші таңды оқитын болса, бесін шығып кетейін деп тұр. Ондай жағдайда не істейді? Бірінші бесінді оқиды. Тіпті ол тәртіп иесі болса да. Қараңыз, бірінші таң намазын қазасын өтейін деп тұрса, асыр кіріп кетейін деп тұр. Не істейді? Бірінші бесінді оқиды, одан кейін барып таң намазын оқиды. Соны айтып жатыр. Бұл бірінші жағдай. فَيُقَدِّمُ صَلَاةِ الْوَقْتِ عَلَى صَلَاةِ الْفَائِتَةِ ثُمَّ يَقْضِيهَا. وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ. Сол секілді дейді. Осы тәртіп иесінің бірнеше намазы қаза болса, رَتَّبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ. Не істейді? Мысал қараңыздар. Тәртіп иесі ода бүгін таң, бесін, асыр қаза болса, шамның уақытында бірінші таңды, одан кейін бесінді, одан кейін нені оқиды? Асыр, одан кейін шамды оқиды. Бұл кімге қатысты? Тәртіп иесіне. Осы тәртіпті сақтауы керек міндетті түрде. Илля, бірақ қараңыздар айтып жатыр. Илля ән тәзидәл фауаиту аля ситти салауатин фаясқуту тәртибу фиха дейді. Бірақ егер қаза намаздары 6 намаздан асатын болса, яғни 6-шы намаз уақыты шығып кетсе, мысалы қараңыздар, 6 намазға жетсе, Құдай сақтасын, біреудің таңы қаза болды, біреудің бесіні, асыры, шам намазы, ақшам намазы, құптан намазы, келесі күннің таң намазы шығып кетсе, ол да тәртіп иесінен шығып кетеді екен ол адам. Ол уже тәртіп иесі емес, оған тәртіп сақтау міндет болмайды деген сөзді. Соны айтып жатыр. وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ رَتَّبَ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ الْفَوَائِدَ عَلَى 6 صَلَوَاتٍ فَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ فِيهَا. Немесе мынандай бір жағдай болуы мүмкін. Бұл енді қараңыздар, бұл 6 намаздан асып кетсе деп айттық. Немесе 5 намаз мысалға шығуға аз қалса, үлгермейтін болса,
Тағы да бір не жағдай бар, ол егер ұмытып оқып қойса дейді. Ұмытып, мысалға қараңыз, тәртіп иесі 5 намазын оқып қойды. Есінен шығып кетті таң намазы қаза болғаны. Ондай жағдайда 5-іне дұрыс болып есептеледі. Жақсы ма? 5-іне дұрыс болып есептеледі. Кейін мынандай бір мәселе бар. Бізде әрине сіз жақсы, бірақ сізге міндет болмаса да ретпен оқу. Сізге міндет емес ол, сахибат тәртип болмасаңыз. Бірақ сонда да ретпен оқыған әрине ол абзалырақ. Шамаңыз келсе ретпен оқисыз, бірақ ол сізге не емес, міндет емес. Кейінгі мәселе мынандай. Қаза намаздарды асықпай оқысақ бола ма, болмай ма? Мысалы, оразаны қараңыздар, біреу оразаны белгілі бір себептермен ұстай алмай қалды да. Енді ол әйтеуір өмірдің соңына дейін қазасын өтесе болды. Оған лезде өтеу міндет емес. Бірақ намаз ондай емес бізде. Мысалы, біреудің намазы қаза болса не істеу керек? Шамасы келгенше қол тиме қазан өтей береді. Бізде өтеледі. Солай не істейді? Барынша кешіктірмей өтейді. Егер кешіктіретін болса, ол күнә болып есептеледі. Қазасын өтеуі керек. Кешіктіру күнә. Ал оразан қазасына кешіктіру күнә емес. Бірақ әрине барынша ол міндеттен құтылған абзал болады. Жақсы, кейінгі онда тақырып Бәбул ауқат әлләти тукраху фиха ас-сала. Енді қандай уақыттарда намаз оқу мәкрух болады? Енді қарасаңыздар, бұл кітапта мәкрух уақыттар деп айтып жатыр. Бізде тыйым салынған уақыттар да бар. Бізде тыйым салынған уақыттар да бар. Қараңыз, мәкрух уақыт мысалға қазір баяндайды негізі. Мәкрух уақыттар ол күн шығып жатқан уақытта, күн қақтөбеге келетін уақыт, күн батып жатқан, осы 3 уақыт мәкрух уақыт. Бұл уақыттарда нәпіл оқуға болмайды. Нәпіл оқудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтарғанды. Ол мысалы күн шығып бастады, болды. Бір найза көтерілгенге дейін оқуға болмайды. Күн қақтөбеге келген уақытта нәпіл оқуға болмайды. Күн батып жатқан уақытта нәпіл оқуға болмайды. Жалпылама осы да. Күн батып, мысалы, қызарып, қараңыздар. Бұл жерде қазір мән беретін мәселелер бар. Мысалы, күн батып жатқанды қайдан білеміз? Яғни сіз күнге қараған уақытта ешқандай көзіңіз әлсіреместен, яғни ешқандай қиындықсыз қарайтын болса, көзіңіз ашылмайтын болса, онда не деген сөз? Мәкрух уақыт кірді деген сөз да. Тыйым салынған уақыт кірді. Міне осыны біз білеміз де, күннің батып атқан. Қараңыз, енді осы 3 уақытты айттық қой. Сондай-ақ қараңыздар, нәпіл намаздарын таң намазы кіргеннен кейін 2 ракат сүннеттен артық нәпіл намазды оқу бізде мәкрух. Сондай-ақ таң намазы парызын оқып болғаннан кейін нәпіл намаз оқу мәкрух. Сондай-ақ аср намазын парызын оқып болғаннан кейін нәпіл намазын оқу мәкрух бізде. Ақшам намазы кіргеннен кейін нәпіл намазын оқу бізде мәкрух. Не үшін? Бірінші шам оқылу керек бізде, Ханафи мазғабында. Бірінші шам, одан кейін барып нені оқимыз? Одан кейін барып нәпілдерді оқимыз. Жақсы ма? Сонда біз себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шам намазын, ақшам намазын ерте оқуға бұйырған. Жалпылама осы. Енді қараңыздар, бұл енді мәкрух уақыттар. Енді қараңыз, тыйым салынған уақыттар бар. Осы 3 уақыт. Күн шығып жатқан уақыт, күн қақтөбеде тұратын уақыт, күн батып жатқан уақыт. Осы 3 уақытқа қандай да бір парыз намазды кешіктіретін болса, мысалға, қандай да бір парыз намаз осы 3 уақыттың біріне дейін парыз болса, немесе қандай да бір уәжіп намаз осы 3 уақыттың біріне дейін парыз болып, сол осы 3 уақыттың біріне кешіктіретін болса, ол парыз уәжіп намаздар дұрыс болып есептелмейді. Мысалы, қараңыздар, біреу тұрды да таң намазын кешіктірді. Күн шыққанға дейін. Сөйтмесе таң намаз оқып тұрған уақытта күн шықса, намаз бұзылады бізде Ханафи мазғабында. Имам Шафиде бұзылмауы мүмкін, бірақ бізде бұзылады ол. Не істейді? Қайтып оқу керек. Бұл тек таң намазына қатысты. Қалған 5 уақыттарды солай оқитын болса, келесі намаз кіріп кетсе, одан намаз бұзылмайды. Тек қана таң намаз бұзылады. Одан кейін мысалға қандай да бір парыз қазаны күн шығып жатқан уақытта өтейтін болса, дұрыс емес. Қайта оқу керек. Күн қақтөбеге келетін болса, сол уақытта оқыса дұрыс емес. Қайта оқу керек. Күн батып жатқан уақытта қаза намаздарды өтейтін болса, дұрыс емес. Бірақ сол күннің асырын ғана оқыса болады. Бірақ әрине
ол уақытқа дейін кешіктіруге болмайды асырды. Күн қызарғанға дейін асырды кешіктіруге болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам одан қайтарған. Күн шығуынан 5 минут қалды, біз намазды бастадық. Ал енді сол жаңағыдай 5 минут күн шығып қойды, намаз дұрыс болмайды. Қалай? Күн таң намазы шығып кетуіне күн шығуына 5 минут яғни сәл. Аха. Біз намазды бастадық, енді қарасақ жаңағыдай күн шығып қойды намазды. Сіз сәлем бергенге дейін үлгерсеңіз үлгердіңіз да намазға. Күн шыққанға дейін. Күн шыққанға дейін сәлем беріп үлгеру керексіз. Біз парыз намазына кіріп кеттік, сосын аттахияттан кейін мысалы телефоннан азан шақырылды. Бірақ біз аттахиятты оқып болдық. Біздің намазымыз бұзылмады. Сәлем берілмеді. Қайтып айтыңыз, сразу асықпай қойыңызшы. Мысалы парыз намазына кірдім, 3 минут қалғанда мысалы. Сосын аттахиятты оқып болғаннан кейін Қай намаз дейсіз? парыз намазы, Қай парыз? таңғы намазы. Аха. Сол жерде аттахиятты оқыдым, сол аттахияттан кейін телефоннан дауыс шықты азан. Намазым бұзылды ма? Күн шықты деген ба? Егер күн шыққан болса, я намаз бұзылады бізде. Сәлем бергенге дейін үлгеру керек. Сәлем беріп үлгеру керек те күн шыққанға дейін. Иә, қайтып оқу керек болады бізде. Сәлем беріп үлгеру керек, ең бастысы. Күн шыққанға дейін сәлем беріп үлгеру керек. Бауырым, сіз деген телефонға түсіре бермей сабақ тыңдасаңызшы. Сіз мақсатыңыз сабаққа келдіңіз бе сіз? Тексеру үшін келдіңіз бе әлде? Міне қазір соның барлығын баяндайды қазір. Ла таджузу ссалату инда тулуи шамс. Күн шығып жатқан уақытта намаз оқуға болмайды дейді. Бағана парыз бен уажип намаздарды айтып жатыр. Сондай уала инда қиямиха фи захира, күн қақтөбеге келетін уақытта намаз оқуға болмайды деп жатыр. Сондай уала инда ғурубиха, күн батып жатқан уақытта намаз оқуға болмайды. Я осы бағана айтып кеткеніміз, егер кешіктіретін болса, жақсы ма? Бағана негіз бәрін түсіндіріп кеттік. Енді тек қана оқып жатырмыз. Уала юсалли аля жаназатин уала ясджуду литтилавати. Сондай-ақ жаназа намазды оқуға болмайды дейді. Мысалы қараңыздар, қай кезде жаназа намазды оқуға болмайды? Мысалға таң намазында жаназа келіп қалды. Мысалға біз тұрдықта кешіктірдік күн шыққанға дейін. Сөйтіп күн шығып жатқан уақытта жаназаны оқитын болса, жаназа дұрыс емес, қайта оқу керек. Себебі біз кешіктірдік. Түсіндіңіздер ме? Сондай-ақ тилауат сәждесін мысалға таң намазын уақытында оқыдыңызда, одан күн шығып жатқан уақытта тилауат сәждесін жасайтын болсаңыз, ол дұрыс емес деп жатыр. Көріңіз, кешіктіріп жатсыз да сіз. Енді қараңыздар, біз бағанадан бері былай деп айттық. Қараңыздаршы, мән беріңіздер. Парыз, уажип намаздар осы 3 уақыттың бір міндет болмай тұрып, соны кешіктіретін болсаңыз деп айттық. Ал егер сол 3 уақыттың бірінде уажип болса, намаз дұрыс. Мысалы қалай, жаназа секілді. Күн шығып жатқан уақытта жаназа келіп қалса, оқи берсек болады. Себебі ол сол уақытта келген уақытта уажип болды. Түсіндіңіздер ме? Тилауат сәждесін сол уақытта оқитын болса, ол да дұрыс болып есептеледі, егер сәждесін жасаса. Күн шығып жатқанда, күн қақтөбеде, күн батып жатқан уақытта. Бірақ қараңыздар, мынандай кішкене ғалымдарымыз бөліп айтқанда, жаназаны оқыған жақсы деген. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаназаны ертерек шығаруға бұйырған. Бірақ тилауат сәждесін жасайтын болсаңыз, кішкене кешіктіріп барып жасағаныңыз дұрысырақ. Жарай ма? Сізге мына айтылып жатқан мына фиққа қатысты мәселелердің барлығын біздің ханафи мазхабынан айтып жатырмыз да сіздерге. Классикалық кітаптардан. 1000 жылдық тарихы бар. Имам Абу Ханифадан біздің мазхаб мутаватир дәрежесінде жеткен. Мутаватирмен жеткен кәдімгідей. Кутубу ситта деп айтады, ол зохир риуая деп айтады. Міне сол кутубу ситта 6 кітап имам Абу Ханифадан мутаватир немесе машхур дәрежесіне жеткен. Имам Мұхаммед оны кітапқа түсірген да. Міне сол кітаптарды жалпы мулаххас кішігірім қылып осы кітаптарға мәтіндерге түсірген. Имам Қудуридің өзі осыдан бір 7-8-10 ғасыр бұрын өмір сүрген адамның кітабын оқып жатырмыз да біз. Біздің мазхаб осы күнге дейін мутаватир дәрежесіне жеткен. Ғалымдарымыз бәрі Құранды да, хадисті де барлығын саралап, осында не істеген? Мәтінге енгізіп кеткен да.
Бізде бағана Орта Азияда жалпы кең тараған дәлелсіз жүріп үйреніп қалғанда сондықтан. Оны ғалымдар бүкіл Құран хадистен алғанда, Құран хадис 4 негіз бар өзі. Құран, хадис, ижма, қияс. Осы 4 негізде жалпы солардың барлығын алып, не істеген кітапқа түсіргенді. Ондай мазғап, біздікіндей мазғап білмедім, бар ма жоқ па, именно біздікінде Ханафи мазғабындай. Имам Абу Ханифа отырған уақытта алдында 30-ға жуық мужтахид отыратынды, 30-ға жуық деп келеді. Имам Абу Ханифа осындай мәжілісте отырса, ойлаңыз, 30-ға жуық мужтахид мұтлақ отыратынды. Мужтахид мұтлақ деген білесіздер ме кім? Құран мен хадиске қарайды да үкім шығара береді. Қазіргідей Сахих Бухариді ұстап үкім шығара бермейді өйтіп. Қазіргі олда үкім шығару үшін араб тілін білу керек, қанша білімдерді меңгеру керек. Ол кісілер Құран хадистен үкім ала беретін болған. Себебі ондай табиғатында болғанда олар. Біз қазір мысалға Құранды түсіну үшін, тәфсир түсіну үшін, хадис түсіну үшін біз не істейміз? Араб тілін оқимыз біз. Себебі ол біздің бойымызда жоқ. Одан кейін бар Құран хадисті түсінеміз да. Мысалы қазір біреу қазақ тілін үйренгісі келсе не істейді? Ода қазақ тілінен мүлдем хабар жоқ та. Ойлаңызшы, бәрін оқу керек та, ол біздің деңгейімізге жету үшін. Қазіргі арабтардың өзі де Құраннан алшақтап қалған шындап келгенде мысалға. Қазір араб 22 араб мемлекеті болса бір-бірінің сөзін түсінбейді. Тек қана әдеби сөйлесе ғана түсінеді бір-бірін. Әдеби сөйлейтіндер жоқ та, кейде түсінбей жатады бір-бірін. Әрқайсының өзінің бір диалектісі бар да, әр мемлекеттің бір-бірін түсінбейді. Сондықтан ол біздің мазғап, былай айтқанда ғалымдарымыздың қанша мыңдаған ғалым өткенді, мыңдаған ғалым. Солардың несі, былай айтқанда кітапқа енгізіп, сол былай айтқанда Орта Азия дәлелсіз жүріп үйреніп қалғанда, на самом деле түптеп келгенде әрбір мәселенің дәлелі бар да. Фатиха сүресі мысалға, пайғамбарымыз Сахих Бухариде не деп айтты? Ла солата илля би фатихатил китаб деп айтты. Фатихасы намаз жоқ деп айтты ғой. А бізде ол парыз емес қой. Мысалға. Себебі бізде Құран бірінші тұрады. Құран мутаватир, ол сахих хадис, сахих, бірақ ахатты. Құранда не деп? Фақрау ма таяссара минал Құран. Құраннан жеңіл келген оқы деді. Қай кезде оқу парыз? Намазда оқу парыз Құранды. Ондай болса, кез келген бір аят оқысаңыз болды, парыз орындадыңыз сіз. Бірақ Фатиханы оқу, ол не болды? Ол уәжіп болды. Көрдіңіз бе? Біздің Ханафи мазғабының ерекшелігі бүкіл дәлелді былай айтқанда алып кеп, не істеу? Соған амал ету да. Бүкілін саралайды. Әминді іштен айту. Қайдан таптық оны? Мысалға, әмин іштен айту. Біріншіден хадис келгенде, 4 нәрсені іштен айту сүннет болады. Соның бірі әмин іштен айту сүннет. Ол бір. Басқа да хадистер бір. Әмин туралы, бірақ дауыстап айтты деген хадис әлі оқымадық. Дауыстап айтты деген. Дауыстап айту керек деген. Бірақ іште айту сүннет деген хадис келді. Оған қоса әмин сөздің мағынасы истаджиб дуаана я раб деген сөз. Раббымыз біздің дұғамызға жауап бер деген сөз ол. Ол дұға ма? Дұға. Бір ауыздан келсеміз ол дұға. Фатиха сүресінің аяты емес ол. Ал Құранда Алла тағала бірнеше орында Аллаға дұға ететін болсаңдар, іштей дұға етіңдер деп айтты. Құран бірінші тұрады. Одан хадисте келіп тұр. Кімнің дәлелі күшті? Біздің дәлеліміз күшті ғой. Құран мутаватир ғой. Сіздің айтып жатқан ахат хадис сахих болғанын, бірақ ол ахатты. Мутаватир мен ахат сен салыстыруға келмейді ол. Ешқашан мына ахат ол мутаватирдің несін үкімін жоя алмайды. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан біз ойламаңыздар сізде біз дәлелсіз жүрміз деп. Біздің барлық дәлеліміз бар, Аллаға шүкір. Дәлелмен жүрміз. Аллаға шүкір, Мысырда жүрген уақытта 7-8 классикалық кітаптарда ижаза алу нәсіп болды. Сіздерге қазір айтылып жатқан нәрсенің барлығы иснады бар. Имам Абу Ханифа. Кім бар қазір? Солай айта алатын. Мен бағана сүннетпен жүрем деген арасында біреу бар ма? Менің иснатым Абу Ханифаға, пайғамбарға дейін барады. Ешкім жоқ ондай. Мен қазір имам Абу Ханифаға дейін апарып берем, имам Абу Ханифа ары қарай пайғамбарға дейін апарады. Иснаттар тұр менде бүкіл елдің, ғалымдардың. Ал мен сүннетпен жүремін, мен сүннет ұстанамын деген бір адам келсін, сондай. Ондай жоқ ондай. Көрдіңіз бе, біздің мазғап қалай сақталғанда? Қауымнан қауым уақыт дейі, бұл айтқанда бірліктен келесілекке қалай келіп отырғанда, мутаватир дәреже. Осы күнге дейін біздің мазғап мутаватир болып жеткен.
Сондай ақ айтып жатыр, жақсы, бағана 3 уақытты түсіндіңіздер, біз негізі темадан ауытқып кеттік кішкене. Қараңыздар, таң намазы кіргеннен кейін, қараңыз, таң намазын парызын оқып болғаннан кейін күн шыққанға дейін нәпіл намазды оқуға болмайды деп жатыр. Сондай ақ аср намазын парызын оқып болғаннан кейін күн батқанға дейін нәпіл намаз оқуға болмайды. Бірақ дейді, қараңыздар, бұл уақыттарда қаза намаздарды оқыса болады дейді. Вала бәса би ан юсалли фи хазайн ал-вақтайн ал-фаваита. Yani таң намазын парыз оқып болдыңыз ғой. Күннің шығуына әлі 1 сағат бар. Күн шыққанға дейін қаза оқи берсеңіз болады екен. Асырды оқып болдыңыз ба? Асыр намазын оқып болғанға дейін, күн батқанға дейін істей аласыз. Күннің көзі қызарғанға дейін нақтырақ айтатын болсақ, ол 20 минут қалғанда, шамамен 20-30 минут. Соға дейін қаза намаздарды оқи берсеңіз болады. Соны айтып жатыр. Мысалы, таң намазы парыз оқып болғаннан кейін Құранға айталадыңыз, тилауат аяттары келді, не істесеңіз ол сәжде қылсаңыз болады. Жаназа намазы кеп қалып парыз оқып болғаннан кейін жаназа оқи берсек болады екен. Бірақ қараңыздар, бұл 2 уақытта тауаф намазды оқымайды екенбіз. Мысалға қараңыздар, біз умраға барған уақытта не істейміз? Тауаф жасаймыз. Тауаф жасап болғаннан кейін осы бір уақытқа түсіп қалса, яғни екіндің парыздан кейін, таң намазын парыздан кейін уақытқа түсіп қалса тауаф, онда ол уақытта не істемейміз? Тауаф намазын оқымаймыз, бәлкім мәкрух емес уақытта оқимыз, кейін оқи берсек болады. Мешіттің әйтеуір бір төңірегінде оқысақ болады, немесе қонақ үйге қайтқаннан кейін оқи берсеңіз де болады. Әйтеуір харамның несіне төңірегінде оқысаңыз болды. Тіпті негізі харам емес, елге келген кезде де оқи берсе болады ол негізінде. Бірақ жалпы харамның территориясында оқыған абзалырақ деп айтқан. Сондай айтып жатыр, таң намазының уақыты кіргеннен кейін 2 рәкағат сүннеттен артық нәпіл намазды оқу мәкрух деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қанша намазға деген құлшынысы болса да, бірақ бұл уақытта намаз оқымайтын болған. 2 рәкағаттан артық. Сондықтан бұл уақыттарда нәпіл намаз оқылмайды. Сондай ақ шам намазының алдында оқылмайды. Бұның барлығын біз қазір ғана негізі айтып өткен болатынбыз. Жақсы, бабун навафил, нәпіл намазға қатысты баб. Әс-суннату фис-сала ан юсалли рак'атайн ба'да тулу'ил фajr. Таң намазы кіргеннен кейін 2 рәкағат намаз оқу бекітілген сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мында хадисті келтірді екен. Жалпы хадисте былай деп келеді, енді мағынасы былай: "Мән сабара аля синтай ашра рак'атан фил яуми вал лейла, бана Аллаху лаху бейтан фил жанна" деген мағынада хадис бар да. Кімде-кім күндіз түні 12 рәкағат нәпіл намазға давамды болса дейді, яғни әрдайым оқыса деген мағына, тастамастан. Басқа бір хадисте сол 12 рәкағатты пайғамбарымыз түсіндіріп тәфсірлеп береді. Қандай 12 рәкағат? Ол таң намазының алдында 2 рәкағат, 5 намазының алдында 4 рәкағат, 5-нен кейін 2 рәкағат, ақшамнан 2 рәкағат, құптаннан 2 рәкағат, бәрін қосқанда 12 рәкағат. Бұл пайғамбарымыздан жеткен хадис. Саллаллаху алейхи ва саллям. Кімде-кім осыған, қараңыздар, айтып жатыр да пайғамбар хадисте. Кімде-кім осыған, осы 12 рәкағат намазға бекем болса, Алла тағала оған жәннатта үй салып береді дейді. Ойлаңыз. Сонда сіз бағана бұл сүннеттерді оқыған уақытта мен пайғамбардың сүннетін орындап жатырмын. Пайғамбардың сүннетіне амал етіп жатырмын деген немен оқу керекпіз? Сонда ниетпен, көңілмен оқу керекпіз да. Сондай-ақ ва арбаан қабла зухри, 5-нің алдында 4 рәкағат. 5-нен кейін 2 рәкағат. Асырдан алдын 4 рәкағат дейді, қараңыз. Қаласы 2 рәкағат дейді. Асырдан алдын оқу ол бізде бекітілген сүннет емес, ол бізде мустахаб, яғни оқығаныңыз абзал. Бізден қараңыз, бекітілген сүннет бар, одан кейін бекітілмеген сүннет бар. Оны қалай, не үшін олай бөлді, білесіздер ма? Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрдайым істеп, кейде ғана тәрк еткен сүннетті бекітілген сүннет деп айтамыз. Пайғамбарымыз анда-санда немесе бір істеп, мүлдем істеп, 1-2 рет істеп, одан істемей кетсе, ол мустахаб болып есептеледі. Міне соның бірі аср намазының алдында 4 рәкағат нәпіл оқу, ол мустахаб, яғни бекітілмеген сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтты: "Мен салла арбаан қабла ал-асри, мен салла арбаан қабла рахималлаху раджулан салла арбаан қабла ал-аср" деп айтқан. Аср намазының алдында 4 рәкағат намаз оқыған адамды Алла өзінің мейіріміне алсын деп пайғамбар дұға жасаған. Пайғамбардың дұғасы, немесе бұл пайғамбардың хабары деп айтсақ болады, хабар беру деп айтсақ болады, ойлаңызшы. Рахималла деген негізі дұғаға да келеді. Мысалы, шафакаллах деп сізге айтамыз ғой. Ауырып қалсаңыз, Алла шипасын берсін деп. Шафакалла яғни өткен немен айтады да, өткен шақпен. Сол секілді пайғамбарымыз өткен шақпен рахималла деп айтып жатыр. Алла мейіріміне алсын, немесе Алла мейіріміне алады деп те оны түсінсек болады. Екі жақпен де.
Сонда қараңыз, сіз әрдайым иншалла пайғамбарымыздың осы сөзіне үміт етіп, хадисіне амал ететін болсаңыз, иншалла ертең Алланың мейіріміне әбден ілінуіміз мүмкін. Пайғамбардың сүннетіне немқұрайлы қарауға болмайды. Біз кейде ойлаймыз, бізде мынандай кейде түсінік болып қалады да адамдардың арасында. Бекітілмеген деген уақытта ол ойлайды, ол істемей қойса болады деп ше. Жоқ, ондай емес. Бекітілмеген болса да шамамыз келгенше орындау керекпіз. Бәріміз сауапқа мұқтажбыз. Біз ертең Алланың алдында қандай амалымызбен Алланың мейіріміне ілінетінімізді біз білмейміз да. Сондықтан аз да болса кішкентай амалға не істеу керекпіз? Барынша шамамыз келгенше оған амал ету керекпіз. Бірде мынандай сахих хадис бар да, бірде пайғамбарымыз хабар береді. Қарапайым амалды. Пайғамбарымыз хабар береді, сахих хадисте келеді. Өткен үмметтерден хабар береді. Бір үмметте дейді, бір кісі болған дейді. Көшеде кетіп баратып, қарапайым ғана бір ағаштың бұтағын алып тастаған үшін Алла оның сол амалын қабыл етіп, күнәларын кешірген дейді. Қарапайымды. Ойлаңызшы, көшеде кетіп баратсыз, басқа мұсылмандарға зиян бермесін деген ниетпен ағашты алып тастадыңызды. Алла тағала сіздің сол амалыңызды қабыл алып, күнәларыңызды кешіруі мүмкін екен. Қарапайым амал ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа хадисте не деп айтты мысалға? Сендер аз ғана, мысалы кішігірім ғана жақсы амалды асынбаңдар дейді. Бұл да сахих хадисте келеді. Кішігірім жақсы амалды асынбаңдар дейді. Тіпті сен өзіңді мұсылман бауырыңа қарап күлімсіреуің дейді. Бетіне қарап күлуің, оның өзі садақа, яғни жақсы амал деп айтқанда. Көрдіңіздер ма? Біз қараңыздар, біз пайғамбарға еруге біз мұқтажбыз. Біз өзіміз мұқтажбыз. Қандай амал себепті біз жәннатқа кіреміз, қандай амал себепті тозаққа кіруі мүмкін құл, оны бір Алла біледі. Сондықтан әрдайым истиғфармен, әрдайым пайғамбарымыздың сүннетіне бекем болу керекпіз. Бағанағыда жақсы, енді намаз дұрыс шығар, мәкрух уақыттарында оқу. Кейде дұрыс болады ғой, мысалы аср намазын кешіктіру, әйтеуір намаз парыз орындалды, бірақ ол мәкрухты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтарған. Ол мұнафықтардың намазы деп айтқанды. Мұнафықтар намаз деп үш рет айтқан екен. Ол дейді, намаз уақытын кіреді дейді, намаз уақытын кешіктіріп, әбден мәкрух уақытқа кірген уақытта тез намазын оқи салады дейді. Тауық жеміс оқығандай. Ойлаңызшы. Пайғамбарымыз сондықтан бұндай намазды мәкрух уақытқа кіргізіп барып оқудан қайтарған. Шам намазда сондай кіре сап оқу керекпіз. Шам намазын кішкене кешіктіру мәкрух тәнзихан деп айтқан. Ұзаққа дейін кешіру мәкрух тахриман деген. Себебі пайғамбарымыздың хадисі бар. Менің үмметім жақсылықта бола береді дейді. Қараңыз, мағынасын хадис. Менің үмметім хайыр жақсылықта бола береді. Қашанға дейін? Шам намазын аспанда жұлдыздар көбейгенге дейін кешіктірмейтін болса дейді. Сондай шартпен бірақ. Бір шартпен. Мудахатан лил яхуд деп келеді. Яхудилерге ұқсап дейді. Олар сөйтіп істейтін болғанда кешіктіріп намаз оқитын болған. Құлшылығын жасайтын болған. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Менің үмметім жақсылықта, хайырда бола береді екенбіз. Бәріміз ойлаңыздаршы. Бәріміз хайыр жақсылықта бола береміз. Қашанға дейін? Ақшам намазын кешіктірмейтін болсақ. Кіре сап оқу керекпіз. Көрдіңіздер, бұл нәрселердің барлығына біз үлкен немен жауапкершілікпен қарау керекпіз да. Пайғамбарымыз сүннетіне саллаллаху алейхи вассалам. Арбаан қабл әл-иша, және де құптан намазының алдында 4 рекағат, құптаннан кейін 4 рекағат, немесе 2 рекағат деп жатырды. Жалпы осы намаздарды оқу ол сүннет болып есептеледі. Бағана хадис сахих Муслимде келген екен. Сунан Тирмизиде келген. Хадисун хасану сахих деп айтқан. Сұрақ қойсам ба? Нахан қойыңыз. Мысалы бес намаз оқып боласың ғой, бірақ таң намазы қаза бар ғой. Сол бес намаз бәрін оқып болсаң, таң намаз оқып болсаң ғой, сол кезде дауыс шығарып. Дауыс шығарып оқисыз, бірақ ешкім жоқ болса. Жалпы негізі қаза намаздарды үйде оқыған дұрыс деп айтқан ғалымдарымыз. Жұмыста болады, 2 адам қаза қылдырады, 1 адам қаза. Жалпы негізі біріншіден намазды қаза қылуға болмайды, негізі. Ол баршамызға белгілі ғой. Шамамыз келгенше намаз қаза қылмаймыз. Сол кезде жамағат. Жалпы қазір сіздерге айтамын, жауап беремін сізге. Егер жамағат или жеке дейсіз бе? Қараңыз, мынандай бір жағдай болуы мүмкін де, үзірмен болса, мысалы, бір бөлмеде 4 адам жатасыз да, мысалға. Бүгін белгілі бір себептермен бір намазды қаза қылып алдыңыздар. Бірге қаза қылып алсаңыз не істейсіз? Бірге оқи берсеңіз болады.
Жеке өзіңіз ғана қаза қылып алсаңыз, онда жеке тығылып оқығаныңыз дұрыс. Басқа адамдар сіздің нем құрайлығыңыз, немесе намазға деген сел қостығыңызды байқамау керек та. Ол күнә ғой негізі намаз қаза ету деген. Соны не істейсіз? Барынша жасыруға тырысасыз да. Жақсы ма? Өзіңіздің, біз жалпы сол күнәні негізі жасыруға бұйырылғанбыз да. Сондықтан ғалымдарымыз айтқанда, қаза намаздар үйде оқыған абзал деп айтқан. Мұстахаб деп айтқан. Барынша не? Адамдарға көрсетпейші өзіңнің күнәңді. Ал енді жамағатпен қаза болып кетсе, оны жамағатпен оқи бересіз, сондай дауыстап оқисыз. Таң намазы, мысалы 5-дің уақытында дауыстап оқисыз. Азан айтасыз, қамат айтасыз, оның барлығын біз негіз оқып кеткенбіз. Жақсы, онда келесі тақырып. والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين ومخير في الأخريين إن شاء قرأ الفاتحة وإن شاء سبح وإن شاء سكت. Енді айтып жатыр, 4 ракат мысалы парыз намаз болса, оның алғашқы екеуінде қырағат оқу парыз, қалған 3 пен 4-інде қаласа қырағат оқиды деп жатыр да. Қараңыз, бізде 3 пен 4-те қырағат оқу сүннет, бізде міндет емес, ол Ханафи мазхабында. Бірақ қараңыздар, басқа мазхабтарда міндетті түрде фатиха оқылу керек. Сондықтан басқа мазхабтардың да хирафтан шығу үшін фатиханы тастамаңыз. Жарай ма? Сонда сіздің намазыңыз 4 мазхабқа да сай болады да. Я, ол сүннет бізде 3 пен 4-те парызда. Оқымай қойсаңыз да намазыңыз дұрыс, егер фатиханың мөлшерін тұрсаңыз. Оған қатысты хадистер де келген де себебі. Сол хадистерге сай ғалымдарымыз не деп айтқан? Өзі біледі деген. Өзі білгенде ол сүннет деп қана айтсам болды. Яғни сүннет тәрк ету ол бізде намазды бұзбайды да. Бірақ сонда басқа мазхабтарда ол парыз. Тіпті біздің кейбір ғалымдарымызда уәжіп деп айтқан. Кімде-кім 3 пен 4-те ұмытып кетсе дейді фатиханы, онда сәху сәждесін жасау уәжіп деп айтқан ғалымдарымыз болған. Сондықтан барынша не істейміз? 3 пен 4-те де фатиханы оқимыз. Жарай ма? Сондай-ақ қырағат оқу дейді, бүкіл нәпіл намаздың ракағатында парыз, және де өтір намаздың бүкіл ракағатында парыз деп жатыр қырағат оқу. Міндетті түрде бүкіл ракағатында не Құран оқылу керек. Нәпілдің 4 ракағат нәпіл оқысаңыз, бүкілінде оқу керексіз. Шамда өтір намазында қырағат оқу, бүкіл ракағатта қырағат оқылу керек. Жақсы ма? Ол міндет. Ол мейлі нәпіл бекітілген сүннет болсын, бекітілмеген сүннет болсын, айырмашылығы бізде жоқ. Енді қараңыздар, мынандай бір мәселе бар. Кімде-кім нәпіл намазын бастап, оны бұзып қойса, оны өтеу керек кейін. Мысалы, нәпіл ораза секілді. Қараңыз, мысалы, нәпіл намаз сіз бастамай тұрып, ол нәпіл еді. Бірақ сіз кіріскеннен кейін қараңыз, ол уәжіпке айналады. Не үшін? Себебі Құранның аяты бар ғой. Ла тубтилу а'малакум деген. Амалдарыңды бұзбаңдар деп айтқанда. Сондықтан сіз бұзып қойдыңыз ба, не істейсіз? Соңына дейін апару керексіз. Сізге өтеу уәжіп. Сол секілді ораза, нәпіл оразасын бастадыңыз, бұзып қойдыңыз, не істейсіз? Оның қазасын сізге өтеу керек. Жарайды, онда осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтасақ, ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.